Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге өнерлі ана. Бүгін сіздермен осындай керемет ас үй алжапқышын тігіп үйренетін боламыз. Тігуді бастамас бұрын менің каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Алжапқышымызды тігуге основной дак матасы қажет болады. Ұзындығы 80 см, ені 74 см. Қалтасына 22-22 см тік төртбұрыш қажет және үстіне однотонный 8-22 см қиындымыз қажет. Басына байлағышқа ені 8 см, ұзындығы 60 см бөлшек қажет болады және байлағышқа ені 8 см, ұзындығы 75 см екі бөлшегіміз қажет. Бейка қажет болады обработка жасау үшін. Кез келген түсін алсаңыздар болады енді. Қайшы, карандаш, сызғыш қажет. Осыны барлығын дайындап алып бастаймыз. Алжапқышты бастауға ең бірінші үлгісін сызып алғандарыңыз дұрыс болады. Ұзындығы 80 см, ені 74 см. Бұл бүктеліп тұрған күйінде 37 см береді, ашқан кезде 74 см. Астынан беліне дейінгі қашықтық 57 см құрайды. Ал белінен кеуде тұсына дейінгі қашықтық 24 см. Яғни 80-нен 57 см алған кезде 23 см кеуде тұсы болады. Бұл алды 26 см болады, бүктелген күйінде 13 см. Енді осы қиылысқан жерін әдемілеп доғал етіп қосамыз. Мен бұл жерде припусқа тігіске, яғни 1 см уже беріп кеттім қосымша. Мінекей 1 см қосымша тігіске және де 2-3 см сызып алғандарыңыз дұрыс болады. Бұл бізге әдемі обработка үшін ішкі жағын. Және қосымша осындай бөлшек қажет болады. Бұл алжапқыштың ішкі жағын өңдеуге. Осыны қайта көшіріп аласыздар екінші қағазға ватман. Ішкі жағынан 5 см етіп айналдыра сызып шығасыздар. Мінекей бұл ішкі жағына қарай төмен 5 см түсіп тұр. Яғни осыны айналдыра көшіріп шығасыздар. Мінекей барлық жері 5 см. Көріп тұрғандарыңыздай. Осы детальдарымызды дайындап алғаннан кейін ғана матамызға түсіретін боламыз. Матамызды алып екіге бүктеп, ұзындығы 80 см, ені 74 см. Деталімізді үстіне қойып, сызуымызды түйреп алсаңыздар болады. Мен түйремей бірден бастап кетемін. Қолтық ойындысын осылай сызып аламыз. Мінекей сызып алғаннан кейін осы жерді әдемілеп қиып аламыз. Мінекей қиып алдық. Бұл детальді лақтырмағандарыңыз дұрыс, керек болып қалады. Матамызды ашқан кезде мінекей өте әдемі, аккуратны шықты. Енді келесі матамызды алып, бүктеп, жаңағы қосымша бөлшегімізді қоятын боламыз бүктелген жерінен. Бұл қиындымызды түйреп алғандарыңыз жөн болады, себебі қозғалып кетеді. Түйреп алғаннан кейін ғана карандашпен сызып алыңыздар. Мінекей әдемілеп, дұрыстап тұрып сызып алдық. Енді осы сызғанымызды қиып аламыз. Асықпаңыздар, әдемілеп қиып алғандарыңыз жөн. Мінекей бөлшегімізді қиып алдық. Осы бөлшегімізді қазір алжапқыштың үстіне қоятын боламыз. Мінекей ашамыз. Енді жаңағы бөлшегімізді қиып алған үстіне қойыңыздар.
өлшеп көріңіздер, дәлме-дәл келеді. Өте әдемі болып өңделеді. Ішкі жағы деталіміздің ішкі жағын оверлоктасаңыздар болады. Мен бұл жерде бейкамен тігетін боламын. Бейканың да кез келген түсін алсаңыздар болады. Енді алжапқыштағы түске байланысты мен ақ түсті алдым. Ал енді достар, бейкамызды бөлшегіміздің үстіне қойып 5 мм тігіс түсіретін боламыз. Бейканы ашқан кезде бүктеліп тұрған жерінен тігіс жүргізсеңіздер болады. Сол өзі 5 мм-ді алып тұр. Айналдыра әдемілеп, асықпай тігіп алыңыздар. Бұл жерді оверлоктасаңыздар да болады. Мен өзім бейкамен көрсеткім келді. Атак бірден оверлоктауға болады. Мінекей асықпай тігісімізді толығымен айналдыра ішкі жағынан өңдеп аламыз. Осы бейканы тігіп болғаннан кейін барып қана бейканы айналдырып бет жағын әдемілейміз. Әдемі тігіс түсіреміз яғни. Неге болып қалдық, артығын қиып алып тастаңыздар. Соңында міндетті түрде закрепка жасаңыздар, басында және соңында. Енді бейкамызды айналдырып, бет жағынан 1 мм жерден тігіс түсіреміз. Сонда қиған жеріміздің ішкі жағы бейканың ішінде қалады. Шетінемейді сонда. Өте әдемі өңделіп шығады. Сонда алжапқыштың өзін өңдейміз, және детальдің шет жағында бейкамен өңдеп шығатын боламыз. Асықпай, әдемілеп 1-2 мм жерден тігіс түсіріңіздер. Артық кездескен жіптерді қиып алып тастасаңыздар. Тігістеріңізді асықпай бейканың үстінен әдемілеп түсіріңіздер. Осыны барлығын тігіп алғаннан кейін міндетті түрде бөлшегімізді үтіктегендеріңіз жөн болады. Әрбір тігістен кейін тіккен бұйымдарыңызды үтіктеуге кеңес беремін. Тігістің басында, соңында ылғи да закрепка жасауды ұмытпаңыздар. Неге өте әдемі тігілді. Енді бөлшегімізді алжапқышымыздың ішкі жағына қойып көрейік. Неге әдемі өңделді. Енді келесі кезекте алжапқыштың астыңғы бөліктерін бағанағы айтқан 1 см мен 3 см етіп сызып аламыз. Ол бізге қазір ішкі жағын өңдеу үшін керек болады. Өте әдемі өңделеді. Бірден 1 см-ге бүктеп тіге салсаңыздар да болады. Мен өзім осы жолды таңдаймын. 1 см және 3 см. Кейде 2 см-де алуға болады. 3 см әдемірек көрінеді. Енді осы сызып алғанымызды үтікке барып 1 см жерден және 3 см жерден үтіктейміз. Неге үтіктеп алдық 3 жағын. Қараңыздар қандай болып шықты. 1 см-ге үтіктелді және 3 см-ге. Енді қиылысқан жерлерінен нүкте қойып алыңыздар. Белгілеп 3 см-дің қиылысқан жерінен. Екі жағынан да белгілеп алғандарыңыз жөн. Енді осы белгілеген нүктелерімізді бір-біріне ашып қосамыз. Бер жағынан, ішкі жағынан нүктені белгілейміз. Жаңа қиылысқан екі нүктені.
Енді түйреп алыңыздар бұрыштарын бәрін жақсылап дұрыстап. Жаңағы нүктемізді 3 сантиметр бір-бірімен қиылысқан жерге апарып сызамыз. Сонда бұрыш жағын қазір өңдейтін боламыз. Мінекей жаңағы нүктемізді алып, қиылысып тұрған жерінен сызық жүргіземіз. Бұл жерге тігіс беретін боламыз. Екінші жағында сөйтеміз. Екі нүктенің қиылысқан жерін ашамыз. Екі нүктені қиылыстырамыз. Бер жағынан белгілеп аламыз. Түйрейміз. Нүктемізді 3 сантиметр қиылысып тұрған жерген сызып аламыз. Сызып алғанның үстінен тігіс жүргізетін боламыз. Мінекей сызып алдық. Сызған жеріміздің үстінен тігіс жүргізетін боламыз. Міндетті түрде басында, соңында бірнеше рет закрепка жүргізгендеріңіз дұрыс болады. Осы тігісімізді беріп алғаннан кейін артық жіптер міндетті түрде алып тастаңыздар. Бірден алып тастаған дұрыс. Тігістің үстінен 2-3 мм жоғары етіп қиып алып тастаймыз. Енді сыртқа айналдырамыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі түзу бұрыш шықты. Ұшын шығарып алыңыздар. Мінекей қараңыздар. Дәл солайынан екінші жағында өңдейміз. Сызғанның үстінен тігіс жүргіземіз. Тігістің үстінен 2-3 мм жерден қиып алып тастаймыз да айналдырамыз. Мінекей өте әдемі болып бұрыштары шықты. Келесі кезекте байлағыштармен жұмыс жасаймыз. Беліне байлатын белбеуімізді 1 сантиметрге екі шетінен қайырып, оны тең ортасынан бір қайырып үтіктеп аламыз. Және де үстіңгі жағын 1 сантиметрге, астыңғы жағында 1 сантиметрге қайырып үтіктеп алғандарыңыз жөн. Ал үстіне тағылатын бөлшектің тек жандарынан 1 сантиметрге қайырамыз. Мінекей бөлшектеріміз дайын болды. Артық жіптерді алып тастаңыздар. Мінекей бөлшегіміз дайын, 3 бөлшек байлағыштар. Енді ашып сіздерге қазір көрсетейін осыны. Мінекей үстіңгі жағын 1 сантиметрге, жандарын 1 сантиметрге қайырып, оны тең ортасынан бір бүктеп, үтіктеп алдық. Осы жерден тігіс түсіретін боламыз. Мінекей бөлшектеріміз толығымен дайын. Енді осы бүктелген жерімізден 1-2 мм жерден тігіс жасаймыз. Тігісімізді асықпай әдемілеп түсіргендеріңіз жөн, себебі бұл тігістер көрініп тұрады. Тігістеріңіз неғұрлым әдемі түссе, соғұрлым жұмыстарыңыз сапалы көрінеді. Мінекей тігістерді жасап аламыз. Барлық 3 бөлшекті де дәл осылайынан қайталаймыз. Мінекей әдемі болды. Келесі бөлшектерімізді де дәл солай қайталап шығамыз. Ендігі кезекте алжапқышымызды алып, үстіңгі бөлігін өңдейтін боламыз. Ол үшін алжапқышты бет жағын қаратып, дұрыстап аламыз. Үстіңгі бөлікке байлағышымызды орналастырамыз. Ол үшін шетінен 2 сантиметр белгілеп алыңыздар. Белгілеп алған жерге байлағышымызды қойып, дұрыстап түйреп аламыз. Мінекей түйреп алдық.
екіншісінде түйреп аламыз. Енді осының үстінен келесі бөлшегімізді қоямыз. Бет жағына қаратып, мінекей сіздерге іш жағы қарап тұр. Енді осыны айналдыра түйреп аламыз. Сонда үстіңгі жағының тігісі ішінде қалатын болады. Айналдырған кезде айналдыра түйреп алыңыздар. Қарап тұрғандарыңыздай бұл шеті артық қалып тұр. Ал егер бүктелген жерді ашсаңыздар бірдей болады мінекей. Осы жерді де түйреп аламыз. Екінші жағында түйреп аламыз. Дұрыстап, бірдей етіп, түйреп алғаннан кейін шет жағынан 4 см қалдырып, сол жерден тігісті бастайтын боламыз. Және соңынан да 4 см жеткізбей тігісті аяқтаймыз. Белгіленген жерге дейін тігісті жүргіземіз. Тігісті 1 см шетінен қалдырып бастаймыз. Осыны айналдыра тігіс жүргіземіз. Баудың үстінен 2-3 рет жүріңіздер. Екінші баудың да шетінен 2-3 рет тігіс түсіреміз. Шетінен 1 см арақашықтықта тігіс жібереміз. Белгіленген жерге дейін ғана жүргізуді ұмытпаңыздар мінекей. Соңында закрепка жасаңыздар. Артық жіптерді қиып, кеуде тұсының үстіңгі бұрыштарын қиып алып тастаңыздар. Тігіске дейінгі жерді. Енді жаңа қалдырған жерімізді өңдейміз. Ашқан кезде бөлшектер бірдей. Енді қайырылып тұрған кезде ішкі 1 см-ге қайырылған жерден инемен бергі жағына белгілеп аламыз. Мінекей қараңыздар. Жақынырақ 1 см бүктелген жерден берге қартай белгі қойып алыңыздар. Сол белгіні сызғышпен түзу етіп сызып, осы артық жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей қиып алып тастадық. Енді бүктелген жерімізді ашып, бұрышына әкеп, түйреп, осы жерден 1 см қашықтықта тігіс жүргіземіз. Мінекей бүктелген жерімізден 1 см, сол жерден тігіс жүргізетін боламыз. Мінекей тігісімізді жүргізіп алдық, артық жіптерді алып. Енді келесі 3 см бүктеліп тұрған жерден созамыз. Сол кезде барлығы теңдей болып, бірдей болып қосылады. Енді басын жаңағы аяқталған жерге дейінгі тігіске дейін аяқтаймыз. Мінекей аяқтадық. Артық жіптерді алып, бұрышын қиып алып тастаңыздар. Енді қараңыздар, осыны ашқанда бұрышы қандай әдемі болып өңделеді. Қараңыздар. Сонда сіздерге ешқандай оверлоктың қажеті жоқ. Мінекей әдемілеп өңдеп алдық. Енді екінші бетінде дәл осылай өңдейміз. Қазір сіздерге тағы да бір рет асықпай әдемілеп көрсетейін. 1 см мен 3 см бүктелген жердің 1 см жерін ғана инемен бер жағына белгілеп аламыз. Мінекей инені кіргізіп, осы жерден нүкте қойып алыңыздар. Өздеріңізге белгі болу үшін. Енді осы қойған белгімізді сызғышпен сызып, артығын қиып алып тастаймыз. Мінекей.
қиып алып тастадық. Енді бүктелген жерімізді ашып, бұрышына әкеп, осы жерді түйреп аламыз. Бүктелген жердің бойымен тігіс жүргіземіз 1 сантиметр. Мінекей тігісімізді жүргіздік, артық жіптерді алып тастаймыз. Енді 3 сантиметр жерден бүктелген жерді тартқан кезде барлығы өз орнына келіп өңделеді, қараңыздар. Енді бағанағы қалтырған жерімізді, тігісімізді сол жерді аяқтайтын боламыз ары қаратай. Сол жерден бастап аяқталған жерді соңына дейін тігісімізді жүргізіп тастаймыз. Мінекей өте әдемі бұрыш болып шығады, өте әдемі өңделеді. Фирменный болып, әдемі болып өңделеді. Чем 1 сантиметрден 2 рет қайырғанша осылай өңдегендеріңіз әдемі көрінеді, қараңыздар. Енді осы жерді қолтық ойындысы жерінен тіліктер жасаймыз. Тіліктер бізге бұл әдемі болып қайырлу үшін қажет. 1-1,5 сантиметр қашықтықта тіліктер жасаңыздар, екі жағынан да. Сосын барып қана үттіктегендеріңіз жөн. Мінекей тіліктер жасаймыз. Тек қолтық ойынды жағын. Мінекей тіліктер жасап алдық та, енді осыны жақсылап үтіктеп алыңыздар. Мінекей достар, барлығын үтіктеп алдық. Енді осының шетінен толығымен тігіс жүргізіп шығамыз қазір. Қараңыздар, уже дайын болып қалды, өте әдемі болып келеді. Ішкі жағының өзі қандай әдемі. Осыны жақсылап түйреп аламыз. Мінекей жақсылап түйреп алғаннан кейін тігіс жүргіземіз. Содан кейін шеттеріне бірден байлағыштарын тігіп кететін боламыз. Екі жағының да. Енді тігісімізді бейканың үстінен жүргіземіз. Асықпаңыздар, әдемілеп шетін өңдеп шығамыз. Сонда осылайынан артық инелерді алып тастап отырыңыздар. Шетіне шығып кетпей, бейканың үстінен тігіс жүргізіңіздер. Ал енді шетіне келген кезде осы жерден 1-2 мм қашықтықта тігісті беріп, айналдырып шығасыздар. Тігісіміз толық аяқталғаннан кейін бауымызды тігеміз, белдігімізді. Ол бейканың бойымен бірдей етіп түзеп, ішінен тік төртбұрыш етіп жүргізіп, және X тәріздес етіп жүргізіп тігеміз. Ол үшін алдымен қадап алыңыздар. Шетінен 1-2 мм жерден тігісімізді бастап, ең алдымен айналдыра тік төртбұрыш етіп тігіп аламыз. Содан кейін бірден инемізді шығармай,
осының ішінде X етіп жүргізіп, яғни крестик етіп жүргізіп, тігіп аламыз. Барлығы өте аккуратно, профессионально жасалады. Артық жіптерді алып тастаңыздар. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі тігіс жүрілді. Дәл осылайынан екінші бауымызды да қайталаймыз. Келесі кезекте қалтамызды тігеміз. Ол үшін үстін тігіп аламыз, ал астын 1 сантиметрге қайырып үтіктейміз. Мінекей тігіп алдық және үтіктедік. Үтіктегенді қайырған кезде астыңғы тігісті жауып тұру керек. Жапқаннан кейін барып ортасынан бір үтіктеп аласыздар да бет жағынан тігіс береміз. Мінекей бет жағынан 1-2 мм қашықтықта тігіс жүргізесіздер. Сонда үстіңгі жағы өңделіп шығады. Тігісімізді аяқтадық. Мінекей, енді қараңыздаршы, беті мен ішкі жағындағы тігіс қандай әдемі болып түсті. Жандарын 1 сантиметрге қайырамыз, екі жағын астына тимейміз. Ал жапқышымызды алып, үстіне қалтамызды қоямыз. Мен бұл жерде логотипімді тігіп кеттім. Ортасына қойып тіксеңіздер болады, немесе шет жақтарына. Мен шетіне қоюды жөн көрдім. Ол үшін енді беткі жақтарын бір-біріне қаратып, ішкі жағынан тігіс түсіреміз. Қараңыздар. Сосын барып жандарына тігіс саламыз. Ол үшін қалтамызды астына қаратып, түйреп аламыз. Түйреп алғаннан кейін тігіс түсіріп, үстіне ашып, жанынан тігіс түсіретін боламыз. Мінекей астыңғы жағынан 1 сантиметр қашықтықта тігіс түсіреміз. Міндетті түрде соңында закрепка жасаңыздар, басында, соңында. Енді қалтамызды үстіне қаратып, түйреп аламыз да шет жақтарынан тігіс береміз. Тігісті жанынан 3 мм жерден айналдырып шығамыз. Үш жағын. Міндетті түрде закрепка жасауды ұмытпаңыздар, достар. Мінекей, бір рет айналдырып шыққаннан кейін жанынан тағы да бір тігіс жүргіземіз. Сонда біздің ішіне қайырылып тұрған 1 сантиметріміз толығымен жабылады. Сонда болашақта ішкі жағы шетінемейтін болады, достар. Артық жіптері шығып, осылай 3 жағын айналдыра тігіп аламыз. Мінекей, достар, алжапқышымызды аяқтап қалдық. Қазіргі таңда хитқа айналған алжапқыштардың бір түрі. Келесі сабақта осыған набор етіп ыстық ұстағыштар тігетін боламыз. Сіздермен болған өнерлі ана келесі видеода кездескенше.